Ұлттың денсаулығы үлкен ареналарда емес, қарапайым аулаларда қалыптасады десем, келісесіз бе? Ал кәсіби спорт жеке меншік өтіп, бизнеске айналғанда ғана дамиды десемше. Осы мәселені талқылап көрейік. Бұқаралық спорт бұл фундамент. Оған мән берілген жерде азаматтардың денсаулығы жақсарады, өмір ұзарады, балаларда тәртіп қалыптасады және болашақ чемпиондар көбейеді. Баршаңызға мәлім, мен бұқаралық спортты дамытуға баса мән беремін. Аймақтарда спорт нысандары бой көтеріп жатыр. Үйірмелер балаларға қолжетімді бола бастады. Ерекше қажеттілігі бар азаматтарға және егде адамдарға арналған спорт клубтары ашылып жатыр. Сондай-ақ кәсіби спорт саласында оң өзгерістер болып жатыр. Биыл елімізде 35 спорт нысаны салынды, тағы 67 нысан салынуда. Халықтың спорт инфрақұрылымына қолжетімділігі 55%-тен асты. Ең жоғары көрсеткіштер Павлодар, Жамбыл және Қарағанды облыстарында. Сондай-ақ осы жылы мемлекеттік спорттық тапсырыспен 240 мың бала 7 мыңнан астам тегін секцияға қатысуда. Бұл мақсатқа жергілікті бюджеттен 50 миллиард теңге бөлінді. Қазақстанда 8,4 миллион адам жүйелі түрде спортпен шұғылданады. Бұл халықтың 41,4% деген сөз. Алдағы міндет 2029 жылға қарай 50%-ға жеткізу. Осы тұста облыс орталықтарында демеушілердің қаражат есебінен жаңа футбол стадиондарының құрылысы және қайта жаңарту жұмыстары жүргізілуде. Мәселен, Қызылорда қаласында 11 мың көрерменге арналған УЕФА талаптарына сай заманауи жабыны бар стадион пайдалануға берілді. Астанада 3600 орындық стадионның құрылысы жүріп жатыр. Оны аяқтау 2026 жылдың 1 тоқсанына жоспарланған. Инфрақұрылымды дамыту елдің барлық өңірін қамтуда. Мемлекет басшысы тапсырмасы аясында көпфункционалдық спорт кешен Орал қаласында салынды. Қазір спорт кешен бұл 12 спорт түрлерінде қазір кәсіби спортшылар, жасөспірімдер және балалар спортпен айналысады. Алматылық Қайраттың чемпиондар лигасына шығып, қазақ жігіттерінің әлемге танылуы осы жылдың басты жаңалығы болды. Онда жетістіктің негізгі себебі клубтың жеке меншікте екені. Футболды коммерцияландыру үшін жалғастырмайынша ол бағытты дамыту мүмкін емес. Осы мақсатта елімізде клубтарды жекешелендіруге және футбол академияларын салуға 45 миллиард теңге инвестиция тартылды. Отдельно необходимо отметить пилотный проект по трансформации футбольного клуба «Елимай-Семей» в форму собственности некоммерческое акционерное общество. Елимай стал первым клубом, реализовавшим данную модель корпоративного управления, по примеру действующих европейских клубов «Реал», «Барселона», «Байер». Мы занимаемся футболом с 3 лет, но погода нашего региона не позволяет нам играть на открытом поле. Поэтому просим вас построить нам открытый стадион. Я уверен, что в нашем городе появятся новые таланты, как и сам Чесноков. Считаю, что я принял. Әрбір қазақстандықтың өмір салтын айналуға тиіс спорттың дамуы мемлекет басшысының үнемі назарында. Бұл орайда еліміздің барлық өңірінде спорттық инфрақұрылым мен бұқаралық спортты дамыту бағытында жүйелі жұмыс жүргізіліп жатыр.